Тоқтамысұлы Мұрат, Тоқтамыс адвокат кеңсесінің басшысы, Түркістан облыстық адвокаттар алқасының құрылтайшысымын. Жалпы тіл туралы не өзгерту керек деп есептейсіз? Тіл туралы бұрынғы ата заңымызда 7-ші бап, қазіргі 9-шы бап, сол 2-ші бөлімін алып тастауды талап етемін. Барлық қазақстандықтардан, қазақтардан кеудесінде ұлттық намысы бар қазақстандықтан талап етемін сол 9-шы баптың 2-ші тармағын алып тастауды. Өйткені 70 жыл бойы одақта бодандықта келдік дедік, қазақ тілі қолданылмады. Тәуелсіздік алғанымызға 35 жыл болды. Иә, дұрыс көрсетілген мемлекеттік тіліміз қазақ тілі деп. Бірақ оны құртып отқан 2-ші бабы орыс тілі елімізде ресми тілде қолданылады дейді. Бұл баптың әсерінен қазақ тілі көлеңкеде қалып қолданылмайды. Ешкімнің қазақ тілін үйренуге зауқы жоқ. Сондықтан бұл біз Қазақстан ұлт құраушы негізгі топ, ұлт негізгі ұлт қазақ. Сондықтан Қазақстанды құрып отқан қазақтар болғандықтан осы елімізде біріктіретін жалғыз тіл қазақ тілі болу керек. Сондықтан елімізде мемлекеттік тілде, ресми тілде тек қазақ тілі болу керек. Сондықтан қазақ тілін қалдыруды талап етемін. Осы жөнінде барлықтарыңызға өтініш арқылы президентке, үкіметке, парламентсіз құрып отқан конституциялық реформа жөніндегі комиссияға өтініш хаттарды жолдауыңызды талап етемін. Және әлеуметтік желідегі осы қазақ тілін қолдау туралы, 9-шы баптың 2-ші тармағын алып тастау туралы барлық іс-шараларды қолдап, пікір жазып, ұнайды деген белгі қойып таратуларыңызды өтінемін. Сондықтан мен 3 күн болды осы қазақ тілін жойылып кете ме деп ұйықтамай жүрмін. Егер осы ресми тілде орыс тілі қолданылатын болса, онда біз қазақ тілімізден де, ұлттығымыздан да және тәуелсіздігімізден де айырыламыз. Біргейік, қазақтар!